Scratch bağdarlamaсын telefonga ornatamız. Onun için Play Market'e kiremiz. Play Market'e mına жерге Scratch dep teremiz. So'sin bizge bir neçe Scratch'ler çıkады. Scratch 2 деген de бар. Bizge mına birinçisini koyayık. Onu ornatamız. Oldu, ornatılıp oldu. Endi açıp koyayık bağdarlama. Разрешить. Жұмыс үстелі ашылды. Осы жерде Scratch жасауға болады. Осылай орнатамыз. Орнатқан Scratch бағдарламамызда жұмыс жасап көрейік. Оның үшін Scratch'ке кіреміз. Осылайынша жұмыс үстелі ашылады Scratch'те. Әдеттегі кейіпкеріміз мысық. Осы жерде артына фон қойайық. Мысалы, мына фонда тұрсын. Мысық мына жерден бастап жүрсін, мына бұрыштан бастап. Енді бірінші амандассын бізбен. Яғни бірінші флагты қою керек. Флагты басқан кезде әрекет жасап бастайды. Яғни мына жерге біз мәтін терсек болады амандасуды. Өздеріміз сәлем деп мысалы. Сәлем деп айтсын. Одан соң кейіпкеріміз алдағы қарата 5 қадам жүрсін. Сосын жоғары қарата тағы 5. Сосын артқа 5. Төменге қарата 5 қадам аттасын. Яғни өзінің орнына қайтып келеді сонда. Сосын қоштассын бізбен. Сау бол деп. Міне. Яғни қайтты, сау бол деп айтты. Осылайынша жұмыс жасауға болады Scratch'те. Плюс компиляторын телефонға орнату үшін Play Market'ке кіреміз. C++ compiler деп жазамыз. C++ compiler тереміз. Сонда мына бірінші CXC Droid C++ compiler ID деген осыны таңдаймыз міне. Осыны орнатамыз. Уақыт алады бір аз-маз. Орнатып жатыр. Орнатып болды. Ашып көрейік. Көрініш қандай болатын. Бастапқыда уақыт алады. Толық орнатып болу үшін. Міне, болды. Осы жерде жұмыс жасалады. C++'те. Енді C++'те программа жазып көрейік. Телефонда. Оған кіреміз. Енді мынау жұмыс үстелі C++'тің. Осы жерге жазамыз. Удалетпесем де болатын еді. Бірақ біз бірінші библиотеканы шақыру керек едік. Мысалы, ең көп қолданатын библиотека бұл IOStream. cout деген команданы қолдану үшін керек болады маған. Одан кейін using namespace
std, odan keyin main dep basasak da болады. Осының ішіне жазамыз. Мысалы, тексеріп көрейік бірінші. Нені тексеріп көрейік? Hello World тексеріп көрейік. Hello World экранға қалай шыға ма, шықпай ма көру керек. Одан кейін точка запятая. Аяқтаймыз. Бағдарламамызды. Осыны жүргізіп көрейік. Main'нен алдым int'ті жазуды сұрап тұр. Кейде жерлерде жазбаса адам істейді, бірақ мына жерде жазу керек екен. Hello World шықты. Hello World деген шетірек тығылып қалды. Сондай болмау үшін мына жерден 2 рет пробел бассақ жеткілікті. Hello World шықты. Енді оны сақтайтын болсақ, арнайы жерге бағдарламамызды, онда мына папканың суретін басамызды, Save as деген таңдаймыз. Save as. Мына жерде папкалар, бірталай папкалар бар. Өзіміз жаңадан папка жазсақ та болады. C++ үшін арнайы папка қойсам, C++ папкасы. Немесе толық қылсам, мысалдар деп. C++ мысалдар. Сондай папка таңдадым. Енді соның ішіне жаңа бағдарламамды жазам. Жаңа бағдарламаға есім берем. Бірінші CPP дейм. Форматы CPP болады C++-те. Сақтасам, міне жоғарыда қарап тұрғаныңыздай 1.cpp деп тұр. Осыны жүргізіп көрейік. Істеп тұр ма? Істеп тұр. Осылай істеледі. Python компиляторын орнатамыз. Оның үшін PlayMark'ке кіреміз. Осы жерге Python компайлер деп жазамыз. Сонда мына біріншісі PyDroid 3 деген осыны орнатамыз. Установить. Аз-маз уақыт алады ол. Орнатылып болды. Ашып көреміз. Міне, толығы орнатылып болды. Бұның жұмыс столы осындай. Осы жерге бағдарламалар Python тілінде жазылады. Python бағдарламамызға компилятордың ішіне жұмыс жасап көрейік. Hello World деген экранға шығарып көрейік. Print Hello қайтып жұмыс жасайтын көрейік. Бастым, не Hello World шығып тұр. Шеті көрінбей қалды. Сәл ондай болса, еш қорқыныш жоқ. Мына жерге пробел басасыз. Сөйтіп, яған кезде, плейді басқан кезде шығады. Сақтап қою керек болса, арнайы жерге бағдарламаңызды. Онда мына жоғарыдағыны басамыз. Мына жерде Save as деген бар. Save as'ді папка таңдаймыз. Осы жерге өзіңіздің папкаңызды создать етсеңіз де болады. Оның үшін New Folder дегенді басасыз. Папканың атын қоясыз. Python деп мысалы. Python 1. Міне, осы папканы таңдайсыз, осы жерге сақтайсыз. Бағдарламаңыздың атын сақтайсыз. Есім бересіз бағдарламаңызға. Бірінші. Осылай сақтап қойып алатын. Bir pay болып қалды. Осылай жұмыс жасалады. Қаусыраған сыныптар оқушылар менен қауышуларына аз күндер қалды. Сау саламат болыңыздар.